Кемел адам. Қайрат Жолдыбайұлы. Реактив емес, проактив бол. Қандай болсаң, сондай көрін, немесе қалай көрінсең, сондай бол. Мәулана. Проактив дегеніміз сыртқы ықпалдың әсеріне елігіп кетпей, адамның өзінің ішкі құндылықтарын берік сақтап өмір сүру әдебі. Мысалы, балапан уақыты толып, жұмыртқа жарып шыққанда ғана әрі қарай өмір сүре алады. Егер уақыты толмай, жұмыртқа сыртқы ықпалдың әсерінен жарылса, балапанның тіршілігі сол мезетте тоқтайды. Ықпалды күш сыртта емес, іште болғанда ғана адам өзінің дербес өмірін сүре алады. Жан дүниесі бай, ішкі құндылығы берік жандар өздерін өзгелерден биік көрсетуге ұмтылмайды. Өзгенің сөзінен де, өзінен де қорықпайды. Ешкімнің пікіріне тәуелді емес. Өйткені олар өздеріне сенімді. Олардың арқа сүйер тірегі ішкі берік құндылықтары. Сондықтан олар ешкімге еш нәрсені дәлелдеуді қажет етпейді. Олар не жасаса да біреумен бәсекелесіп, ат оздыру, мықтылығын дәлелдеу үшін емес, өзі үшін һәм іштегі берік құндылықтары негізінде жасайды. Олар алдына қойған мақсатына жетпесе де, жасалып жатқан істен, яғни процестің өзінен ләззат алады. Нәтижеден бұрын амалдан бақыт табады. Мұндай адамды байлық та, кедейлік те өзгерте алмайды. Олар байлық пен биліктің буына мастанбайды. Қарапайымдылығынан жаңылып, адамдығынан адаспайды. Кедейлікке ұшыраса, өмірден түңіліп кетпейді. Қатардағы қара жұмысты істеуге арланбайды. Өйткені олардың мінезі сыртқы ықпалдарға тәуелді емес. Өзіндік ішкі берік құндылықтарға қаланған. Ішкі құндылық дегеніміз адамның адамгершілік өзегі. Ал адамгершіліктің өлшемі жаратқанның қалауына сай ғұмыр кешу. Ынта ықыласыңды бір Алланың ризашылығына қарай реттеу. Әрдайым Алланың назарында екеніңді сезіну. Яғни ықылас мақамы. Пенде ішкі құндылықтары мықты болмаса, өмірдің қалтарыс бұлтарыстарында жол таппай адасып қалады. Ішкі құндылықтарына берік сүйенген адам ғана қоршаған ортаның үдемелі өзгерістеріне төтеп бере алады. Ішкі құндылығы мықты адам өз ісін сапалы, тиянақты жасайды. Мұндай адамға ауа райының қолайсыздығы немесе ақысының аздығы секілді сыртқы факторлар әсер етпейді. Нендей жағдай болса да істі сапалы атқарады, немесе сапасыз жасаудан бірден бас тартады. Өйткені оның ауа райы өз ішінде. Сыртқы құбылмалы санаға тәуелді емес. Яғни өмір сүру әдебі ішкі құндылығына айналмаған адам қай жерде, қандай қоғамда болсын, өз орнын тауып өмір сүреді. Мейлі ол өз үйінде болсын, я болмаса ешкім жоқ, айдалада жүрсін, ішкі тәртібінен айнымайды. Жалғандықты көрсе, рухы мазасызданады. Өкінішке орай қазіргі күні көше қоғамдық орындар табиғат аясы қоқысқа толып қалуы адамдардың ішкі құндылығының жоқтығынан, жоғарыдағы әрекет бұқараның ең қарапайым тазалық құндылығын бойына дұрыс сіңіре алмағандығынан туындап отыр. Олар үйін, киімін, ауласын, көлігін таза ұстауы мүмкін. Бұның өзі ішкі құндылықтан емес, ұят болмасын, адамдар не дейді деген пенделік алаңдаушылықтан ғана туған құбылыс. Осы алаңдаушылықты тудырып тұрған сыртқы себептер бой көрсетпеген сәтте тазалық жоғалғандығы сондықтан. Бір жақын танысым болды. Қашан барсам үйі шашылып жататын. Бұл жағдай үйдің ескі әрі тар болғандығынан шығар деп ақтауға тырысып, кең үйге көшсе мұнтаздай таза ұстайтын болар деп үміттенетінмін. Кейіннен әлгі танысым кең әрі жаңа үй салып алды. Бірақ мен ол жерден тазалықты көре алмадым. Көп өтпей жаңа үйінің де шашылып жатқанына куә болдым. Ал керісінше басқа бір танысымның ескі үйіне қашан барсам, тап-таза әр нәрсе орнында тұрғанын көріп сүйсінетінмін. Демек, кімнің бойында тазалық құндылығы болса, үйдің үлкен-кіші, ескі жаңасына қарамастан тазалықты сақтайды. Жұмыс стилін, аяқ киімін, көлігін, тіпті телефонын таза ұстай алмаған адам өмірдің басқа салаларында таза болады дегенге сену қиын. Өзінің стилін, киім шкафын реттей алмаған адам
өз кәсібін ретке келтіре алады деу аңғалдық. Қоғамдық тәртіпті сақтау, өзге адамдардың қақысын құрметтеу, ішкі құндылығы бекем пенде үшін қалыпты жағдай. Ол кісі үшін көше бағдаршамының жұмысы, бейне бақылау, полиция қызметкерлерінің болуы шарт емес. Өйткені ондай адамның бағдаршамы да, қадағалаушы полициясы да өз ішінде. Сол сияқты отбасы өз өмірінің басты құндылығына айналған адам оларға бөлінуге тиіс уақытты басқа нәрсеге айырбастай алмайды. Ал ішкі құндылықтары қалыптаспаған бос кеуде пенделердің басты сипаты сыртқы әсерге реакция берумен ғана шектелетін реактив адам ретінде қалыптасады. Оларға ықпал ететін күш сыртқы әлем. Сондықтан олар құбылмалы мінезге ие, үнемі өздерін дәлелдеуге ұмтылады. Ішкі қалауларымен үйлеспесе де басқаларға ұнайтын әрекеттер жасауға тырысады. Жағымпаздықты жар етеді. Кімнің тарысы піссе, соған тауық болуға дайын тұрады. Ондайлар сыртқы алаңдаушылықтың салдарынан өз өмірін емес, өзгенің өмірін сүруге мәжбүр болады. Мұндай реактив адамның сипаты ішкі дүниесіндегі бос кеңістікті қымбат материалдық заттармен толтыруға әрекеттенеді. Яғни өз әлсіздігін мансаптың күші, атақтың буымен қалауға тырысады. Осы атақ, мансап, ақша байлығы жоғалған күні өзінде жоғалтады. Тіпті өмірден түңіліп күйзеліске ұшырайды. Өйткені олардың тірегі ішкі құндылықтары емес, сыртқы құбылмалы жалған дүниелер болатын. Мұндай адамдар басқалардың қошеметіне, мадақ мақтауына зәру. Сондай-ақ өзіне бағытталған кез келген сын мен сынақтан өлердей қорқады. Еш нәрсе жасалмасын, ең бастысы жұрттың сыны мен даттауынан аман болса болғаны. Осыны көңіліне медет тұтады. Реактивті пенделер үнемі ел не дейді, жұрт қате түсініп қалмасын, дұрыс жасай алмасам елге күлкі боламын, ағайын туыстан ұят болады, тағы басқа алаң үстінде өмір сүреді. Мұндай ішкі қорқыныш келелі іс бастауға, жүйелі жоспар жасауға кедергі келтіреді. Өйткені бар ынта жігері мен қайрат қуатын сыртқы алаңдаушылық ыдыратып жібереді. Біздің қоғамда сыртқы алаңдаудан құтыла алмай, өзіндік құндылықтарды жиыстырып қойып, өзінің емес өзгенің өмірін сүру жиі байқалады. Адамдардың көбі жоғарыда айтқанымыздай сыртқы алаңдаушылық салдарынан банктен кредит алып, қарызға белшеден батып, дүркіретіп той жасайды. Егер ішкі құндылық басым болмағанда, мұндай кіріптарлыққа ұрындыратын әрекетке бармас еді. Керісінше, үлкендердің бата тілегін алып, көрпесіне қарай көсіліп, шағын ғана той жасар еді. Мәуленаның қандай болсаң, солай көрін, немесе қалай көрінсең, солай бол дегені қандай керемет айтылған. Жұрт не дейді деген қорқыныш пен ел десе еген деген мақтангершілік сені әрдайым өз болмысыңнан ажыратып, қандай болсаң солай көрінуге кедергі келтірер анық. Бұл түсінік өзіңнің емес, өзгенің қалағандай өмір сүруге итермелейді. Нәтижесінде сен болудан қаласың. Уақыт сүзгісінен өткен ішкі құндылығың терең ой, таза ақыл, ыстық қайрат негізінде қалыптасқан болса, елдің сен туралы не ойлайтыны маңызды емес. Һәм елдің сөзі үшін алаңдап қорқудың, ұялудың қажеті болмас еді. Ежелгі ғұламалардан жеткен сөз бар. Жасап жатқан ісіңе ұлы жаратушы риза болғаннан кейін бүкіл әлем қарсы болса да, ондай қарсылықтың еш зияны жоқ. Ал керісінше барлық адам риза болып, жаратқан ол ісіңді дұрыс көрмесе, ондай ризашылықтың да еш пайдасы жоқ. Кейде қарапайым әрекеттің өзін жасауға сыртқы алаңдаушылық бөгет болып жатады. Мысалы, басшының алдына барып, мына мәселені көтерсем қате түсініп қалмай ма деп, қандай да бір қателікті айтуға батылың жетпей жатады. Көптің алдына шығып сөз сөйлеуге қысылып, тартыншақтауға да себеп осы сыртқы алаңдаушылық. Абай атамыздың көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның деген дәл осы реактивті көзқарас. Қандай да бір істі жасауға сыртқы алаңдаушылығыңыз кедергі келтіріп тұрса, өзіңізге менің жасайын деп тұрған ісім дұрыс па, әлде теріс пе деп сұрақ қойыңыз.
Егер дұрыстығы мен қажеттігіне көзіңіз жетсе, ешкімнің сөзінен де өзінен де қорықпаңыз. Ниеттенген жұмысыңызды бастаңыз. Адамдардың бәріне ұнау мүмкін емес. Баршаға жағуға міндетті емессіз. Адам бар жерде түрлі ой да бар. Пікір де болады. Қарсы пікір айтатын, басқаша ойлайтын адам әркез табылады. Бастысы өз құндылығыңа сай өміріңді сүру. Біздің кез келген әрекетіміз дұрыс құндылықтарға негізделіп, түзу өлшемдердің тезінен өткен кезде ешкім бізге теріс ықпал ете алмайды. Біз өзіміз түзелгенде адамдардың біз жайлы сөздері де өздері де кері әсер етпейтін болады. Бұл жайлы Құранда: «Уа иман келтіргендер, сендер әуелі өздеріңді түзеңдер, өздерің дұрыс жүріп, тура жолда болсаңдар, өмірде өздерін жоғалтып, адасқандар сендерге кесірін тигізе алмайды. Бірақ өз құндылығыңмен өмір сүруді бетпақтықпен шатастырып алмаңыз. Егер жасап жатқан ісіңіз қате һәм шынымен де ұят тірлік болса, онда кешірім сұрап кері шегініңіз. Өйтпегенде ұятсыздық бетпақтық болады. Сіздің өміріңіз шектеулі, сондықтан оны басқалардың өмірін сүру арқылы босқа өткізбеңіз. Сізді басқалардан ойымен өмір сүруге итермелейтін домалақ тұзаққа түсіп қалудан абай болыңыз. Ішкі үніңді басқа адамдардың ой пікірінің шуылы тұншықтырып тастамасын. Оған әсте мүмкіншілік бермеңіз. Ең бастысы жүрек үні мен ішкі түйсігіңіз бойынша әрекет етуден қорықпаңыз. Өйткені жүрегіңіз сіздің кім болғыңыз келетінін жақсырақ біледі. Стив Джобс. Жүсіп пайғамбар ғибраты. Құранда баяндалған Жүсіп пайғамбардың ғибраты ғұмырын оқығанда оның қандай жағдайға тап болса да тура жолдан еш таймағанын, Алласымен әрдайым бірге болғанын байқаймыз. Юсуф сүресінің 5 жерінде Жүсіп пайғамбарға қатысты Алланы көріп тұрғандай жақсылық жасайтын ізгі жан екендігі айтылады. Жақып пайғамбардай әкенің ерекше мәпелеп өсірген баласы Жүсіп әуелі өз бауырларының қорғанышы салдарынан айдаладағы құлдыққа тасталады. Жолай аялдаған керуен құдықтың ішінде жападан жалғыз қалған жас бала Жүсіпті көріп, өздерімен бірге ала кетеді. Бірақ оны Мысыр базарына апарып құл ретінде арзан бағаға сатып жібереді. Оны патшаның ықпалды бір уәзірі бір пайдасы тиер немесе өзімізге бала етіп алармыз деген ниетпен сатып алады. Тағдырға қараңыз, кеше құл дәрежесіне түскен Жақыптың сүйікті ұлы енді міне уәзір сарайында. Ішем дегені алдында, кием дегені үстінде. Бірақ сарайдың мұндай сән-салтанатты өмір Жүсіпті тура жолдан тайдырып, Алласынан алыстатқан жоқ. Оған дәлел сұлуына көз тоймайтын сымбатты жігіт Жүсіпті уәзірдің әйелі оңашада төсек қатынасына шақырып азғырғанда ол Құдайдан қорқамын деп ойнас жасаудан бас тартады. Айтқаны бола қоймаған әйелдің бұйрығымнан бас тартсаң зынданға тасталып қор боласың деген қатал шартына да мен үшін сіз ұсынған қарам істен зынданға қамалғаным әлде қайда артық дейді. Сөйтіп ол зынданға тасталады. Жүсіптің сарайдағы сән салтанатты өмір әп-сәтте қараңғы қапысқа айналып шыға келеді. Бірақ та Жүсіпті зынданның ауыр өмірі өзгерте алған жоқ. Алламен байланысы күшеймесе әлсіремеді. Керісінше ол зынданда бірге жатқан жандарға құдіретті жаратушыны түсіндіреді. Ақыреттегі мәңгілік өмірді естеріне салып жақсылыққа шақырады. Қысқасы, ол зынданды медресеге айналдыра білді. Жанындағы серіктері Жүсіп пайғамбарға сен ізгілікке жаны құмар жақсы адамсың деп куәлік бергенін байқаймыз. Кейіннен Мысыр патшасы түсінде көрген 7 семіз жеті арық сиырды жеп жатқан оқиғаны әуелі 7 жыл молшылық, сосын 7 жыл жұт болады екен. Сол себепті молшылық жылдары көп астық жинап, содан кейін 7 жыл жұттан аман шығу керек деп жориды. Осы жағдайды кейін Жүсіп пайғамбар толық ақталып бостандыққа шығады. Жай ғана шығып қоймай, патшаның қазынашысы болады. Елдегі ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Сөйтіп, жұт жылдары баяғыда өзін құдыққа тастаған бауырлары Жүсіптен көмек сұрап келеді. Олар оны танымаса да, Жүсіп оларды бірден танып, ағаларының қиянатын кешіреді. Ұзақ жылдар жырақ қалған қарт
ата-анасын қасына алдырады. Осындай сәтте Жүсіп пайғамбардың жанымды мұсылман күйінде алғайсың һәм салихалы жандар қатарына қосқайсың деп жасаған дұғасы оның Алламен терең байланысы болғанын білдіреді. Осы хикаяда айтылғандай, Жүсіп пайғамбарды айдаладағы қараңғы құдықта, құл болып базарда сатылуда, сарайдағы сән-салтанатты молшылықта, бірнеше жылғы қараңғы зынданда, кейінгі өміріндегі қолына тиген зор билікте өзгерте алған жоқ. Түзу жолдан шатасып адасқан жоқ. Қиыншылыққа күйзеліп молшылыққа мастанбады. Билікпен бүлінбеді. Атақпен алданбады. Ол нендей жағдайда, қандай халде жүрсе де, әрдайым Алласымен бірге болды. Қысқасы, Жүсіптің ғибратты ғұмыры өмірдің қалтарыс бұлтарысына қарамастан ішкі құндылықпен өмір сүрудің, тура жолда тұрақты болудың жарқын үлгісі іспеттес. Екі кеменің басын ұстама. Барлық нәрсені бір сәтте меңгеремін, бәріне бірдей үлгеремін деу көп жағдайда адамды жеңіліске ұшыратады. Әр нәрсенің басын бір шалған адам ешбірін жарытпайды. Сондықтан күрделі істерді рет-ретімен, кезең-кезеңімен меңгеруге тырысыңыз. Әрі керемет суретші, әрі мықты кәсіпкер, әрі әйгілі әнші боламын деп барлығына бірдей ұмтылу екі кеменің басын бірдей ұстаған сияқты қатерлі құбылыс. Бұндай адам суға кетеді. Басқа жол жоқ. Тек жаныңыз қалаған бір іске ғана басымдық беріңіз. Біреуін тыңғылықты игергеннен кейін екіншісін қолға алыңыз. Әрбір істі тыңғылықты меңгеріп, үйренген сәтте өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Жеңімпаз рух сізді екінші іске шабыттандырады. Тұлғалардан үлгі ал. Өзіңе сенімділік ұялатудың бір жолы айналадағы жетістікке жеткен тұлғаларды үлгі алу. Олардың өмірін және басынан өткізген оқиғаларды зерделеңіз. Олар жайлы кітаптарды оқыңыз. Бұл сізге керемет шабыт береді. Жетістіктерінен ғибрат, қателіктерінен сабақ аласыз. Айналаңызды жіті бақылаңыз. Кез келген оқиғадан шабыт алуыңыз мүмкін. Өз басым 30 жасыма дейін көлік жүргізе алмайтынмын. Әрине, бойымда көлік жүргізе алмаймын деген сенімсіздік болды. Көлікпен қиылыстарда кері айналып бұрылатын сәттер маған қорқынышты көрінетін. Осындай сәтте басқа көліктермен соғысып қалатындай күйде болатынмын. Бірақ күні көшеден көзілдірік таққан қалтыраған кәрі кемпірдің көлік жүргізіп бара жатқанын көріп, сонда мен мына кемпірден де қабілетсіз қорқақ болғаным ба деп намыстандым. Сөйтіп көлік жүргізуді үйренетін курсқа жазылдым да үйреніп алдым. Аз-аздан бірақ үздіксіз жаса. Тіл алсаң, қол қысқартып, тіл ұзартпа. Ауыр жүк асқар таудай мойның артпа. Мәшһүр Жүсіп. Өз-өзіңе сенімділік ұялату үшін қолыңа алған қандай да бір істі әуелі там-тұмдап аз-аздан баста. Қазақтың тамшы тас теседі дегені сияқты. Бірақ ұдайы үзбей жаса. Там-тұмдап болса да сапалы атқарылған іс жиылып тауға айналады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз істің ең қайырлысы аз болса да ұдайы жасалғаны деп осыны айтып отыр. Бұндай аз-аздан іс атқару тәсілі Жапонның кайдзен бағдарламасында да бар. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлының ұлық іс ұсақтан ұлғаяды. Кірпіш зор емес, қаласаң қандай зор үй шығады дегеніндей. Абайдың ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға дегені сияқты үздіксіз жасалған іс түбі нәтижелі болады. Мысалы, адамның көбі кітап оқу үшін арнайы демалыс күндерін күтеді. Немесе санаторий сияқты тыныш орын таңдайды. Келесі кітапты оқу үшін тағы сондай. Сөйтіп жылына 1-2 кітап оқуға ғана үлгереді. Өйткенше күнде таңмен немесе кез келген ыңғайлы уақытты белгілеп, күніне 3-5 беттен үздіксіз кітап оқуды дағдыға айналдырған тиімді. Бұл тәсіл арқылы әр 2 ай сайын 250-300 беттік бір кітап оқып тастайсыз. Кейін күндік оқу нормасын 7-10 бетке көбейтсеңіз, ай сайын бір кітап оқисыз. Сөйтіп сізде күнделікті кітап оқу дағдысы қалыптасады. Мұның пайдасы зор. Ғылымда кішкентай болса да, бір істі тындырған кезде адам ағзасынан эндорфин гормоны бөлінеді дейді.
Бұны бақыт гормоны деп атауы тегін емес. Аталған гормон бөлінген кезде адамның көңілі көтеріліп, тұла бойында келесі іске шабыты оянып, өзіне деген сенімділік пайда болады. Осылай тамтымдап үзбей атқарылған істің нәтижесі адам сенгісіз әсерлі болады. Кішкентай істің үлкен әсері жайлы өз өмірімнен қарапайым мысал келтірейін. Әр жұмыс күні ең әуелі есік алдындағы күзетші, тазалықшы қызметкерлермен шынайы амандасып, олардың қасында аз аялдап хал жағдайын сұраймын. Атқарып жүрген істеріне рахметімді білдіремін. Осы болмашы дүниенің нәтижесінде керемет. Жылы жүзбен амандасып, көңіл бөлгеніне олардың қуанғанын көрсеңіз ғой. Олардың күні бойы көңілді жүргенін де байқауға болады. Олардың қуанышын көріп, менің де көңілім көтеріліп қалатын. Бұлай жасау ең әуелі өзіме ұнайды, сондықтан өмірлік әдетіме айналды. Бірде омыртқа сүйегімді қалпына келтіру үшін арнайы медициналық орталыққа барып, 1 ай жаттығу жасадым. Орталыққа таңмен таласып барып, тазалықшы апай мен массаж жасайтын маманға жылы жүзбен амандасып, арнайы ала келген алма, алмұрт секілді жемістерді ұсынып, жұмысына сәттілік тілегенімде көңілдері көтеріліп қалғанын аңғардым. Кейін мен келмей қалған күндері алаңдаушылық білдіріп сұрастырғанын естідім. Сол сияқты өткенде супермаркеттегі бір қызметші апайға амандасып, жұмысын қандай ұқыптылықпен жасайтынын айтқанымда, шекесі тырысып тұрған әлгі адам бірден көңілденіп, 40 жылғы сырласындай сатып алушылардың бәрі сіз секілді болса ғой, аты бәрі шетінен нервный деп мұңын шақты. Кейде болмашы істің әсері біз күткеннен де үлкен болады. Алла елшісі ешбір жақсылықты мынаның сауабы мен пайдасы кем деп азырқанбай жасай бер. Тіпті ол іс ұшырасқан адамның жүзіне күлімсіреу болса да, деген. Мұндай қарапайым жақсылықтың қарымы басқадан бұрын өзіңе қайтады, көңілің көтеріледі, келесі іске шабытың оянады. Ең бастысы өзіңе сенімділік ұялайды. Әзірет Сұлтан мешітінде бас имамды қызметте жүргенде текті сөздің төресі терме атты байқау ұйымдастырған едік. Сол байқауда Роман Бұрқаштың Кішкентай атты термесі бірінші орынды иеленді. Терменің артықшылығы адамдар елей қоймайтын кішкентай дүниелердің маңыздылығын насихаттауында болды. Кішкентай. Жігіттер сөзге терең бойласаңыз, кішкентай ми тәніңді басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, жарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де, тым биік бәйтерек те жығылады. Кішкене құрт түскенде өзегіне. Іздесең сұрағыңа жауабыңды, бір аят көңіліңді тоқ қылады, таудай қылып жинаған сауабыңды тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шоршып жүрген шортандар теңізінде тым кішкентай қармаққа ілінеді. Көршіғандар үңгітіп қазған інге жер тарпыған тұлпарда сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді кішкентай тесік суға батырады. Бірлігі сөгілмеген кемел елді азғандай бүлік келіп сапырады. Кемерінен тасыған дариялар кішкентай тамшылардан құралады. Ордалы отау тіккен жанұялар кішкене тапшылықпен сыналады. Ұсақ боп көрінгенмен көзіңізге қиыршықтас жиылып тау болады. Бір ауыз айта салған сөзіңізге бүкіл ел бөлінетін дау болады. Кішкентай кілтің үлкен үміт берсін, қақпасын ашар зәулім сарайлардың. Мылтықтың да кішкентай шүріппесі басына қайғы орнатқан талайлардың. Жәннаттан үй болады тіккеніңіз, сәл шыдап тұра алсаңыз сертіңізде. Меңдей дәрі болса да ішкеніңіз, дауа болар меңдеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы. Кішкентай күнәларды тимасаңыз, тым үлкен күнәларға жол ашады. Жетпессің биік шыңға терлесеңде, кішкентай қыр басына шықпасаңыз, үлкенге қолың жетпес сермесеңде, қадірін кішкентайдың ұқпасаңыз. Үйретілген жарасыздық. Асауат алғашқыдан ноқта жүген салдырмайды, ер тоқым қондырмайды. Үйреткен кезде орғиды, қарғиды, мүңкиді, тоңқиды, аунайды, бұлқынады. Бірақ бұл қарсылықтан нәтиже шықпағандықтан
ақыры көнеді. Бұны біз жуасыды үйретілді дейміз. Бұдан кейін үйретілген атқа әркім оп-оңай мінеді де қалаған жағына шауып кете береді. Қаласа бұл жылқы мөңкіп қарғып мінген адамды жығып кетуіне әбден болар еді, бірақ олай жасамайды. Өйткені алғашқы қарсылық әрекетіне түк шықпағанын анық. Сөйтіп ол хайуанда қарсылықтан нәтиже жоқ деген шарасыздық қалыптасады. Бұны ауылда өскен жандар жақсы біледі. Аттың аяғын тұсап тастап бірнеше күн өткен соң тұсауын шешкен кезде бейне бір аяғында әлі тұсау бардай жылқы қос аяқтап біраз уақытқа дейін секіріп жүреді. Америкалық ғалымдар судағы балықтарға тәжірибе жасаған екен. Үлкен балық пен оның күнделікті қорегі кішкентай балықты бір қауызға қатар жіберіп, бірақ арасында көзге көрінбейтіндей жұқа әйнек қабырға орналастырады. Үлкен балық әлгі кішкентай балықты жұту үшін ұмтылған сайын әйнекке соғылып меселі қайта береді. Ақыры нәтиже болмаған соң үлкен балық жайына кетеді. Енді ортадағы әйнек қабырғаны алып тастайды. Үлкен балықтың санасына бәрібір жей алмаймын деген үмітсіздік сіңген соншалық кішкентай балыққа мүлдем ұмтылмайды. Бұны психологияда үйретілген шарасыздық дейді. Жоғарыда кез келген істі қолға алғанда ретімен аз-аздан бастаудың маңыздылығын айттық. Өйткені бұрын соңды жасап көрмеген үлкен істі бірден жасаймын деу ағаттық. Көбіне істің ретін білмегендіктен, тәсілін таппағандықтан сәтсіздікке ұшырау ықтималдығы басым. Мақсатыңнан алыстаған сайын өзіңе деген сенім азайып, бетін қайтып басылып қаласың. Нәтижесінде үлкен балық сияқты қолыңды бір сілтеп бейғам өмірдің дәлізіне түсесің. Немесе қолымнан еш нәрсе келмейді деген үмітсіздікке ұрынып, шарасыздыққа тап боласың. Аффирмация. Сөзіңді түсе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сөз сиқыр, сөз тылсым, сөз жыр. Сөз көңіліңді көтереді. Сөз жүрегіңді жылытады. Сөз күлдіреді, сөз қуантады, сөз қайғыртады. Сөз ашуға бүктіреді, сөз жұбатады, сөз ғашық қылады. Сөз дұшпандық жасайды. Сөз шабыттандырып, жігерлендіреді. Сөз ұнжырғаңды түсіріп, кері тартады. Сөз соғыс отын тұтандырады. Сөз суырылған қылышты қынына қайта кіргізеді. Сөз көндіреді. Сөз өндіреді. Сөз тәрбие, сөз білім. Сөз Құран, сөз дұға. Сөз рухыңның үні. Сөз нәпсіңнің тілі. Міне сөздің құдіреті осындай. Сөздің адамға қалай әсер ететінін түсіну үшін мынадай тәжірибе жасалыпты. Залға жиналған адамдарға көздерін жұмуды және баяу айтылған бір қатар сөздерді мұқият тыңдап мағынасын түсінуді сұраған. Ұрыс, жанжал, айқай шу, төбелес, пышақ, қан, жедел жәрдем, жылаған ана, мылтық, қабір, соғыс, бомба, қинау, сатқындық, жала, аштық, тоңу, қағаған аяз, мәжбүрлеу, ұру, зорлау, қиянат, жер сілкінісі, қираған үйлер. Осындай ауыр сөздер айтылғанда жиналғандардың көңілдері құлазып, қабақтары түсіп, түрлері бұзылып кеткен. Залда жағымсыз аура қалыптасқан. Ал керісінше жаңа туған сәби, шуақты күн, жайқалған ағаш, сарқырап аққан су, қош иісі аңқыған гүлдер, мейірім, табысу, кешіру, жәрдемдесу, олимпиада жүлдегері, жайнаған дастархан, достық, қамқорлық, әдемі әуен, ақша секілді жақсы сөздер айтылғанда естігендер қайтадан жадырап сала берген. Сөздің әсері осындай алапат болғандықтан қазақ жақсы сөз жарым ырыс. Жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады, қатты-қатты сөйлесең мұсылман дінінен шығады. Жылы сөз жан семіртеді, сөз сүйектен өтеді. Тіземнен сүріндірсең де, тілімнен сүріндіре көрме деп мақалдатқан. Құранның Ибрахим сүресінде жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндірген көрдің бе? Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты. Ол ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла тағала адамдар ойланып, ғибрат алсын деп осындай мысалдар келтіреді. Ал жаман сөз бейне бір жерден түп тамырымен қопарылған, тамыр тартып, өз діңінде тұра алмаған жаман ағаш іспетті. Делінсе, Асқаб сүресінде уа иман келтіргендер, ендеше Алладан лайықты түрде именіп, оған қарсы келуден әрі азабынан барынша сақтаныңдар, және әрдайым жібі түзу, дұрыс сөз айтыңдар.
сол арқылы алла істеріңді түзу қылып күнә қателіктеріңді кешіреді деп сөз түзелсе іс оңалатындығын айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе дұрыс сөз сөйлесін немесе үндемесін деген. Ал абай атамыз сөз түзелді тыңдаушы сен де түзел деп бекер айтқан жоқ. Сөз түзелгенде ой санамыз кез келген нәрсенің жақсы жағын көруге бейім болады. Адамдар арасында жақсы көңіл-күй қалыптасады. Жылы сөз айтылған жерде жағымды энергия орнайды. Жақсы сөзге көңіліміз көтеріліп, қандай да бір істі жасауға ынтамыз артып, жігерлене түсеміз. Шабытымыз оянады, өзімізге деген сеніміміз арта түседі. Ал қолыңнан түк келмейді, қабілетің жетпейді, әлін білмеген әлек секілді сөздер керісінше адам көңілін су сепкендей басып, көкірегін күдікке толтырып, сенімділігін жоғалтуы ықтимал. Әрі ынта жігерін матап тастауы мүмкін. Осындай талабы мұхалып, сенімі сетінеген адамды психологиялық қайрауды, яғни сөз арқылы жігерлендіруді аффирмация дейді. Көптеген психолог, коуч, менторлар аффирмацияның маңыздылығын түсіндіріп, белгілі бір сөздерді бірнеше рет қайталап айтуды тапсырма ретінде беріп жатады. Қайталау не үшін? Өзіне сенімі жоғалып, рухы сынған тұлғаны сергіту үшін керек, яки оның адам ретіндегі мүмкіншілігін миына сіңіріп, қандай да бір істі жасауға қабілет-қарымның жеткілікті екеніне сендіру үшін қажет. Бірақ өз басым белгілі бір сөздерді шамадан тыс қайталауды жөн көрмеймін. Сондай-ақ шындыққа жанаспайтын аффирмациялық сөздерден де аулақ болған жөн. Одан да адамдарды шындыққа тік қарап, мәселені шынайы болмысымен жете түсінуге үйрету қажет. Мысалы, Құдай берген бет әлпетіне разы емес қызға мен ең әдемімін деп күніне 100 рет қайталау дұрыс емес. 1000 рет қайталаса да оның ең әдемі қыз емес екендігі алдынан шықпай қоймайды. Оны сезінген жағдайда керісінше депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан әр адамның өзінше сұлу екендігін, әсіресе ішкі дүниесінің әдемілігі жайлы түсіндіру керек. Алланың құзырында әрбір адамның басты құндылығы оның адамгершілігі, рухани байлығы екендігін ұқтыру ләзім. Түрлі жетістіктерге жетіп, елдің құрметіне бөленген жандардың бәрі бірдей асқан сұлу емес екендігін мысалдармен түсіндірген жөн. Алла елшісінің Алла сендердің бет әлпеттерің мен түр-тұрпаттарыңа емес, жүректерің мен жасаған істеріңе қарайды деген пенденің санасына сіңіру ең абзалысы. Сондай-ақ аффирмация жасаймын деп тәкаппарлыққа ұрынып қалудан сақ болған жөн. Менмендік, мен сөзін 2 рет қайталаудан құралғанын ұмытпағайсыз. Мысалы, мен мықтымын, қолымнан бәрі келеді деген сөзді жатпай тұрмай қайта-қайта айта берген адамның жүрегіне менмендік ұялауы кәдік. Мұндай жандар жетістікке жеткен кезде Құдайын ұмытып, өзін керемет санап, өзгелерді менсінбейтіндей күйге ұрынуы мүмкін. Сондай-ақ ойлағанына қол жеткізе алмаса, өмірден түңіліп, психологиялық күйзеліске түсуі ықтимал. Сондықтан Алла маған қабілет-қарым берген, мен ешкімнен кем емеспін. Алла нәсіп етсе қолымнан келеді. Еңбек бізден нәтиже аладан деп, сенімділік ұялатын ең қауіпсіз формула һәм ең дұрыс аффирмация. Сондай-ақ балаларымызды шабыттандырып ынталандырғанда сен ең мықтысың, сен ең ақылдысың деген сөзден аулақ болған дұрыс. Себебі ең деген сөздің астарында сен басқалардан артықсың деген мағына жатыр. Бұл балаңызды басқа балалардан өзін артық көретін тәкаппар мінезге, үнемі өзін өзгелерден жоғары ұстайтын теріс пиғылға жетелеуі мүмкін. Тіпті әрбір ісін ең мықтысың деген сөзді дәлелдеу үшін ғана жасайтын реактив адамға, яғни не істесе де өзгемен бәсекелеу үшін ғана жасайтын жанға айналады. Сондықтан ең ақылдысың дегеннің орнына сен ақылдысың, сен мықтысың, сені Алла керемет қабілеттермен жаратқан деген секілді сөздерді қолданған жөн. Алланың көркем есімдерін зікір ету жай сөзбен жасалған аффирмациядан сан есе артық. Мысалы, кәсіппен айналысатын кісі Алланың Рәззақ, яғни рызық беруші деген есімін жиі қайталаған сайын дұға еткен болады. Әрі еңбегінің өнімін Алладан күткендіктен үлкен құдіретке арқа сүйейді. Нәтижесінде мұндай адамның өзіне деген сенімі артып, қадамы нығаяды. Мысалы, денсаулық сыр берген адам Алланың Шәфи есімін зікір еткені жөн. Ұрпақ сұрап жүрген кісі Әл-Уәххаб
тарту етуші, сыйлаушы деген есімін қайталап айтқан дұрыс. Жаңадан іс бастаған адам Алланың фәтах, яғни есіктерді ашушы, бөгеттерді жоюшы, жаңа мүмкіншіліктерді беруші деген есімін дұға ретінде көбірек қайталаған абзал. Сенім ұялататын сөздерді айтқанда Алланы аузына алмаса да, Алланың қалауымен, жаратқанның қолдауымен деген үн көкірегінде сайрап тұруы тиіс. Сонда ғана менмендіктен аман боласыз. Ешкім махамы. Баяғыда бір қала әкімі халық көп жиналған орынға барып, жұпыны киінген бір кісіге «Сен кімсің?» депті. Менсінбеген кейіппен әлгі кісі «Мен кім болушы едім? Мен ешкім емеспін» дейді. Жауабын түсінбеген әкім «Ешкімі несі?» депті тыңдаған күйі. Шіреніп тұрған әкімнің сөзінен «Ал өзің кімсің?» деп сұрайды әлгі адам. Әкім «Мен мына қаланың әкімімін» дейді паңдана. Қарапайым адам сұрақты әрі қарай жалғастырып, одан кейін кім боласың дейді. Әкім «Бәлкім бұдан да үлкен қаланың әкімі болармын» дейді. Одан кейін кім боласың? Патшаның ең сенімді уәзірі боламын. Одан кейін ше? Бәлкім патша болармын дейді әкім. Одан соң кім боласың дейді қарапайым адам қаттырақ дауыспен. Сосын ба, сосын не болушы едім? Ешкім деп күмілжиді әкім. Осы жауапты күтіп тұрған қарапайым жан «Мен сенің болашақта жететін ешкім мақамыңда қазір жүрмін» деген екен. Қиссадан не түсіндік? Егер Алла тағала бізден «Маған тиесілі нәрсені өзіме қайтарып беріңдер де өздеріңе тиесілін ала беріңдер» десе, жанымызда не қалдырар едік? Ән айтып, халықтың ықыласына бөленіп жүрген жұлдыз әншілер не істер еді? Дауысты да, дарынды да берген Алла емес пе? Алла берген әншілік қабілеті болмаса, халықтың қошеметіне бөлене алар ма еді? Ал дүниесімен масаттанып жүрген байлар ше? Атағынан ат үркетін ақын жазушылар ше? Оларға ақылды, ақындықты, денсаулықты, жарық дүниені, тегін ауаны, шәттілікті, шабытты берген кім? Әрине Алла. Бірнеше кітабым жарыққа шығып, елге таныла бастаған кезім. Кітабымды оқыған адамдар көрген жерде жақсы сөздерін арнап, шынайы ризашылықтарын білдіре бастады. Осындай қошемет пен ілтипатқа кенеле бастаған нәпсім өзін бір нәрсе сезіне бастағанын байқадым. Сол сәтте өзіме мына сұрақтарды қойдым. Қайрат, сен шағын ауылда қойдың көңін тазалап жүрген бір бала едің. Алла тағала мыңдаған баладан сені таңдап, екі бірдей шетелде оқуды, бірнеше тіл үйренуді, ел жер көруді нәсіп етті. Саған ақыл ой берді, көретін көз, еститін құлақ берді, оқығаныңды тоқитын сана берді. Оқығаныңды есте сақтайтын қабілетің болмаса не істер едің? Сонша жыл үйренгеніңді әп-сәтте ұмыттырып жіберсе, қандай амалың бар? Бұндай сұрақты әр пенде өзіне қоюы керек. Мына пәниде ешкім мәңгілік емес. Олай болса, ерте ме кеш пе әркім ешкім емес екенін мойындайды. Ендеше қазірден бастап жаратқанның құлы екенімізді, Алланың қолдауынсыз ешкім екенімізді білуге тиіспіз. Ешкім мақамына жету үшін бәрін көріп болып, өлуіміз немесе өшуіміз шарт емес. Алдыңнан лауазымды немесе қалтасы қалың яки танымал кісі ұшырасты. Онымен күлімдеп амандасып сөйлескенде сыпайы бола қалдың. Аз уақыттан кейін егде тартқан еден жуатын апай немесе күзетші шықты. Ол кісілермен қалай амандастың? Әлде мүлде амандаспадың? Егер сәлемің екі түрлі болса, алдыңғы амандасуың көзбояушылық қана. Кісі таңдап амандаспа, адамдарды аялама. Жай ғана амандасудағы айырмашылық біздің ішкі болмысымыз бен руханиятымыздың көрсеткіші болмақ. Барлық нәрсе нәтижесімен өлшенеді. Мол байлық, биік мансап, үлкен атақ сені ізгіліктен алыстатып, адамдықтан айнытар болса, онда мұның бәрі Алланың саған берген нығмет кейпіндегі нихметі болмақ. Ал керісінше басыңа түскен қиыншылық сені даналыққа тәрбиелеп жаратқанға жақындата түссе, онда мұны Алланың саған жазған зор жақсылығы деп білгейсің. Кішіпейілдік өзіңе бар нәрсені жоққа шығару емес, бәлкім олардың бәрінің шынайы иесі Алла екенін мойындау.